Қайырлы күн, қымбатты пайдаларына каналының көрермендері. Бүгін сіздермен 240 декларацияны тапсыруды үйренеміз. Ең алдымен міндетті түрде каналға тіркеліңіз және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Декларацияны тапсыру үшін ECP-мыз арқылы өзіміздің кабинетімізге кіріп аламыз. Настройка списка форм деп таңдаймыз. Осы жерден 2023 жылға тапсыру үшін 240 форманы таңдаймыз. Декларация по индивидуальному подоходному налогу. Явный мысалдағы адам 2023 жылы үйді сатып алып, бір жылға толмай сатып үстінен 43 мың табыс көрген. Соны осы декларацияда қалай толтырамыз, соны көрсетемін. Декларацияның қай жылға екені өзі автоматты түрде шығып тұр. Енді декларацияның түрін таңдаймыз. Бірінші рет тапсырып жатқандықтан первоначальная болады. Және де 6-шы разделда физическое лицо, получившее имущественные и другие доходы. Өзінің дүние мүлкін сатудан табыс тапқан үшін осы жерге белгі қоямыз. Және мына жерде резидент болады, Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан. Енді раздел имущественные и другие доходы за исключением доходов трудового иммигранта резидента деген жерге біз жаңағы тапқан табысымызды жазу керекпіз. Яғни 43 мың теңге табылған. Мына екі жер автоматты түрде өзі толтырылады. Осы 3 точканы басамыз. Добавить строки дегенді басамыз. Осы жерде добавить деген кнопканы басып, сумманы жазамыз. Норма. Мына жерде қандай мүлікті саттық, соны таңдаймыз. Вот недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан. Осыны таңдаймыз. Выбрать. Және мына жерге суммасын жазамыз. 43 мың 8 теңге. Сохранить деп басамыз. Енді келесі бетке өтеміз, екінші бетіне. Астыға қарай түсеміз. Осы жерде раздел исчисления индивидуального подоходного налога с имущественного и других доходов, за исключением доходов трудового иммигранта-резидента деген бөлім бар. Осы жерден біз жаңағы тапқан табысымыздан 10% салықты көрсетуіміз керек. Явный сумма исчисленного индивидуального подоходного налога. Ол біздің табысымыздан 10% болып саналады, явный 4301 теңге. Соны толтырамыз. Осы жерден сумма индивидуального подоходного налога, подлежащая в уплате бюджет, явный біздің төлеу керек ақшамыз өзі автоматты түрде шығады. Енді келесі 3-ші бетінде ештеңе толтырмаймыз, 4-ші бетіне өтеміз. Төртінші бетте біз мына жерде тұрғылықты жеріміз прописка бойынша қандай райондамыз, соның кодын жазамыз. Мысалдағы адам Есіл районы бойынша 62-05. Енді барлығын толтырып болғаннан кейін проверить заполнение дегенді басамыз. Ошибок нет деп шықты. Енді отправить в ОГД деп ECP-ны таңдап қол қойып жібереміз. ECP-мен қол қойылғаннан кейін Каспий қосымшасы арқылы налогты төлей беруге болады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, достар.